Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын песочный тестадан печенье жасаймыз. Ішіне творог қосылған өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Қажетті заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Бізге қажетті заттар ұн, шекер, жұмыртқа, разрыхлитель және бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Ең алдымен үлкен ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Бізде шекері еруі қажет, миксерді қажет етпейді. Және бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды үстінен салып араластырамыз. Сосын ұнымызға разрыхлительді салып, ұнды барлығын електен өткізіп салатын боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, екіге бөліп салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болып шығады. Міне, біздің тестамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Және жұмыртқа, шекерімізді салып, егер біздің творогымыз құрғақ болатын болса, ұн қосудың қажеті жоқ. Егер творог құрғақ болмаса, 1-2 қасық ұн салып жіберсеңіздер болады. Жақсылап араластырып, біздің тестамызға салатын боламыз. Біздің салмамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Енді дайын болған тестамызды бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын таразымен өлшеп, бірдей бөлікке бөліп алдым. Сосын оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Формаға келтіру үшін домалақ етіп жайып, ішіне салмасын саламыз. Бір қасықтай, үлкен қасықпен 1 қасық салмасын салдым. Шектерін қаттырақ қысып, артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Біздің сошниктеріміз дайын болды. Дәл осылай барлығын біркелкі етіп жасап аламыз. Өте әдемі көрінеді және жасалуы оңай. Аз уақытта өте дәмді печенье дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер және лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!